Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен етістіктер туралы қызықты кино көретін боламыз. Сонымен етістік дегеніміз заттың іс-әрекетін, қимылын білдіреді. Здравствуйте! Сегодня мы с вами посмотрим интересный фильм про глаголы. Итак, глаголы обозначают действие, движение предмета. Бірінші дубль, первый дубль. Сұрақтары, вопросы. Не істейді, что делает? Не қылды, что делаешь? Қайтты, как поступил? Етістіктің үш шағы бар. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. У глагола есть три времени. Настоящее время, прошедшее время и будущее время. Ең алдымен киноны бастамас бұрын осы шақ туралы біраз танысайық. Сонымен осы шақ сөйлеп тұрған кездегі іс-әрекетті білдіреді. Перед просмотром фильма давайте с вами познакомимся поближе с настоящим временем. Итак, настоящее время обозначает действие во время разговора. Оның екі түрі бар. Бірінші түрі сөйлеп тұрған кездегі іс-қимыл, екінші түрі күнделікті іс-қимылдар. У настоящего времени есть два вида. Первое – действие в момент речи, и второе – это регулярные действия. Бастайық. Давайте начнем. Мысық жатыр, кошка лежит. Ары қарай. Дальше. Мария сурет салып отыр. Мария рисует. Ал бұл видеода мен кітап оқып отырмын. А на этом видео я читаю книгу. Және күнделікті жасалынатын іс-қимылдар, а также регулярно повторяющиеся действия. Мен күнде таңертең тісімді тазалаймын. Я каждое утро чищу зубы. Енді сендермен осы шақ туралы көрген киномызды қорытындылайық. Сонымен осы шақ дегеніміз дәл сөйлеп тұрған кездегі іс-әрекетті және күнделікті жасалатын іс-қимылды білдіреді. Давайте с вами подведем итоги по просмотренному фильму о настоящем времени. Итак, настоящее время обозначает действие непосредственно в момент речи и регулярные действия. Бірінші түрі сөйлеп тұрған кездегі етістіктердің қалай жасалу жолын қарастырайық. Негізгі төрт қалыпты етістік арқылы. Олар жатыр, отыр, жүр, тұр. Мысалы, мысық жатыр. Первое. В момент речи мы можем образовать настоящее время с помощью 4 глаголов. Лежит, сидит, ходит или идет, стоит. Например, кошка лежит. Және де а, е, қысқа и, ып, эп, п жұрнақтарының қалыпты етістікпен жіктік жалғауын жалғай отырып сөйлем жасай аламыз. Оқып отырмын. Сурет салып отыр. А также мы можем образовать действие в момент речи с помощью суффиксов а, е и краткое ып, эп, п. Добавляем к основным глаголам плюс добавляется личное окончание. Например, читаю, рисует. Екінші түрі күнделікті. Олар етістікке а, е, қысқа и жұрнақтарымен жіктік жалғауын қосу арқылы жасалады. Мысалы, мен күнде таңертең тісімді тазалаймын. И второй вид регулярные действия образуются с помощью добавления к глаголам суффиксов а, е и краткое плюс личных окончаний. Например, я каждое утро чищу зубы. Киноның жалғасын көргіңіз келсе, менің берілген каналдарымнан көре аласыздар. Если вы хотите увидеть продолжение фильма, можете их посмотреть на предложенных платформах. Сау болыңдар. До свидания.